Біз Excel жұмыс кітабының айналасын шарлауды үйрендік. Алайда бізге осындай үлкен жұмыс кітабымен жұмыс істеу әлі де көптеген қиындықтарды тудырады. Бізге көмектесетін бір нәрсе біздің деректерді көру опциялары. Біз экранның төменгі жағындағы жолаққа қараудан бастаймыз. Бізде масштабтау жүгірткісі деп аталатын шағын құрал бар. Және бұл бізге плюс басу арқылы тез үлкейтуге, минусты таңдау арқылы кішірейтуге немесе масштабтау жүгірткісін сүйретіп, бізге қажет жақындықта көруге мүмкіндік береді. Масштабтау жүгірткісінің сол жағында үш көрініс опциясы бар. Стандарт бойынша біз қалыпты обычный көріністе жұмыс істеп жатырмыз. Бірақ оның оң жағында сіз разметка страницы, яғни парақ көрінісін де көресіз. Бұл бізге Excel жұмыс кітабының принтер парағында қалай отыратынын жақсы көрсетеді, және принтерде басып шығаруға келгенде пайдалы. Оның оң жағында страничный режим көрінісі орналасқан, және бұл электронды таблицаға жалпы шолу үшін қолданғанға тиімді. Көбінесе біз обычный деген көріністе жұмыс істейміз. Сонымен мен оны қайта басамын. Қазір біздің таспаға келе жатып, мен вид қойындысын басамын. Бұл бетте біз қарастырып кеткен бірнеше құралдарды байқайсыз. Мысалы, страничный режим, обычный, тағы сол сияқты. Масштабтау құралдары вид таспа қойындысында да бар. Егер маған тез үлкейту керек болса, мысалы 100%-ға дейін үлкейту керек болса, мен 100%-ды басамын. Егер сіз бұл құралды шынымен пайдалы деп тапсаңыз, оны әрқашан панель быстрого доступа құралдар тақтасына қосуға болатындығын ұмытпаңыз. Сонымен мен тышқанның оң жақ түймешегін басып, панель быстрого доступа құралдар тақтасына қосамын. Сондай-ақ бірнеше құс белгілері бар. Олар сізге кейбір көру опцияларына өшіруге және өзгертуге мүмкіндік береді. Мысалы, егер мен тор сызықтарымды жасырғым келсе, мен сетка құс белгісін алып тастаймын. Олар жоғалып кетті. Алайда әдетте олармен жұмыс істеу оңайырақ. Өте пайдалы болуы мүмкін құралдардың бірі бұл разделить. Бұл экранды бөлуге мүмкіндік береді. Соның арқасында біз әртүрлі бөлімдерді бір уақытта көре аламыз. Мен экранның ортасына жақын жерді басып, разделить басамын. Сонда осы сұр сызықтар пайда болған жерде менің экраным 4 бөлімге бөлінеді. Маған 4 экранмен жұмыс істеу біршама қиын. Жеңілдету үшін ортаңғы бөлуді 2 рет басамын. Енді тек үстіңгі және астыңғы жағы қалды. Егер мен деректердің жоғарғы жағын төменгі жағындағы деректермен салыстырғым келсе, мен ең төменгі жылжыту жолағына келіп, түбіне жеткенше төмен қарай жылжытып кете аламын. Сонда менің экранымның әртүрлі бөлімдерін бір уақытта қарайтынымды көре аласыз. Бөлінуді өшіру үшін мен осы жолды 2 рет басып, немесе разделить батырмасын басып, оны өшіре аламын. Бөлу өте пайдалы болғанмен, одан да пайдалы құрал закрепить деп аталады. Кейде мен жай ғана төмен айналдыра отырып, жоғарыдағы тақырыптарым жылжымайтынын қалаймын. Алайда қазір жылжытпаны айналдырған сәтте тақырыптың жоғарыға кетіп қалғанын байқайсыз. Енді біз закрепить функциясында ашылмалы терезені басып, закрепить верхнюю строку, яғни жоғарғы жолды қатыруды таңдаймыз. Бұл таңдау арқылы біз таблицаның тек жоғарғы қатарын қатып қалғанын көреміз. Маған бұл жағдай көмектеспейді. Сонымен оны өшіру үшін закрепить тақталарының орнына оралып, снять закрепление областей түймесін басамын. Бұл жолы мен бастапқы 3 жолды қатырғым келеді. Ол үшін мен мұздатқым келетін қатардың астындағы ұяшықты таңдаймын. Егер тек қана қатарды мұздатқыңыз келсе, міндетті түрде бірінші бағандағы ұяшықты таңдаңыз. Келесі мен закрепить батырмасына келіп, мұнда закрепить области дегенді таңдаймын. Енді төмен түсірсек, біздің алғашқы 3 қатарымыз жылжымай тұрады. Енді закрепить функциясына келіп, алып тастайық. Енді менің бастапқы 3 жолды және алғашқы 2 бағанымды қатырғым келеді. Ол үшін мен мұздатқым келетін жолдардың астындағы және мұздатқым келетін бағанның оң жағындағы ұяшықты басуым қажет. Сонымен сіз 3-ші жолдың астында және 2-ші бағанның оң жағындағы ұяшықты таңдайсыз. Енді закрепить түймесін басамын. Бірнеше әлсіз қара сызықтар пайда болды. Бірақ қазір мен төмен қарай жылжытқанда алғашқы 3 жол тұрақты болып қалатынын байқайсыз. Ал оңға қарай айналдырған кезде сол жақтағы 2 баған тұрақты болып қалады. Енді закрепить тақтасындағы снять закрепление батырмасын басып, барлығын орнына қайтарамын. Мен қарағым келетін соңғы опция терезелерді ауыстыру мүмкіндігі. Бұл сізде бірнеше жұмыс кітаптары ашық болған кезде өте пайдалы. Сонымен тағы бір жұмыс кітабын ашайық. Біз осы уақытқа дейін
файл батырмасын басу арқылы қарастырдық. Бірақ біз Ctrl+O пернелер тіркесі арқылы да сахна артына көше аламыз. Бұл жерде мен открыть ашу батырмасын, келесі обзор шолу батырмасын басып, кез келген файлды таңдаймын. Біз басқа жұмыс кітабын қарап отырмыз, бірақ мен бұрын жұмыс істеген кітапқа қайта оралғым келіп тұр. Ол жағдайда мен вид қойындысына келемін, перейти в другое окно, яғни терезелерді ауыстыруға келемін. Енді менде қазір ашық тұрған барлық Excel жұмыс кітаптарының тізімі бар. Өзімізге керегін таңдап, оңай ауыса аламыз. Сонымен, бұл біздің жұмыс процесімізді жылдамдатуға және үлкенірек жұмыс кітаптарымен жұмыс істеуге, жеңілдетуге көмектесетін бірнеше керемет көрініс опциялары. Енді өзіңіз ашып, қарап көріңіз.